Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге айранның ұйыту жолын және оның пайдасын және өзімнің бала күнгі естелігімен бөлісетін боламын. Осындай сүтті сатып алған болатынмын. 10 литр шамасында оны осындай үлкен ыдысымызға құйып пісіріп алатын боламыз. Орташа отта бірнеше рет сапыра отырып пісіретін боламыз. Жалпы сүтті баяғыда анамыз жаңағы пісіріп бізге беріп жатырған кезде ішкіміз келмейтін. Табиғи саған жаңағы табиғи кальций болады десе де, ол сөздердің ешқайсысына мән бермеппіз. Ал қазір осы қолдың табиғи сүттен өзіміз айран жасатып, өзімнің балдарыма беріп жатырмын. Сол кезде бала болдық па, дым түсінбеппіз. Осы піскен сүттің негізі қаймағын жақсы көретінмін. Таңертең ерте тұрып осы қаймақты жеу үшін ұйқылы ояу отыратынбыз анамыздың қасында. Себебі бала күніміздегі ең тәтті нәрсе осы қаймақ пен нан болатын. Яғни нанды басып осылай жеп аламыз таңғы асқа тойып, соның өзі бір жаңа ерте тұруға тұрарлықтай тәтті еді. Қазір балдар жақсы көре ма, көрмей ма білмеймін, бірақ та мен өзі бала күнгідей өзім қаймақты осылай жақсы көремін. Сүтіміз жылыған күйде ұйытатын боламыз, яғни қатты ыстық кезінде ұйытпаймыз, сәл жылыды, яғни қатты ыстықта болмау керек, қатты суықта болып кетпеу керек, орташа температурада, яғни осы сүтімізді пісіріп аламыз. Міне қараңызшы, 10 литр сүттен қаншама қаймақ шықты. Нағыз керемет дәм. Енді осы сүтімізді айранымызды алып 2 литрлық банкадан екеуіне мен үшуге ұйытамын. Ал қалған осы кастрөлге ұйытқанымды бір ірімшік жасап көрейін деп жатырмын. Қалай шығатынын көреміз енді. Осылай банкамызға қойып ұйытып аламыз. Жақсылап орап қоямын. Кешкісін ұйытамын мен, және де таңертең оны алып холодильникке салам. Енді өзімнің бала кезде көрген, анамнан, әжемнен көрген әдісім бұл. Және де осы әжем үнемі үйіне барған кезде кешкісін айран ішіп жатыңдар деп бір кеседен айран құйып беретін. Ол кезде ішкіміз келмейтін әрине, бірақ та есейе келе оның қаншалықты пайдалы екенін біліп жатырмыз. Мінекей ертесіне таңертең осындай болып тұрады айранымыз, оны кешке дейін міндетті түрде холодильникке салып аламыз. Айраным өте күшті болып ұйыпты. Енді бұдан мен ірімшік, құрт жасау жолдарын жасап көргім келіп тұр. Сондықтан да осындай үлкен ыдысқа ұйытып, пісіріп көріп жатырмын. Ұйыған айранымыз холодильникте тұрған кезде өте қою болып шығады. Қарасаңыздар, 2 литрінің жолдасым ішіп қойыпты. Міне бір банка қалғандықтан тездетіп түсіріп алып жатырмын видеоға. Яғни біздің үйде айран жақсы ішіледі. Күнде кешкісін жатар алдында ішетін болсаңыз, нағыз пребиотик асқазан ішек жолдарын тазартады әртүрлі паразиттерден, және де ауыздан жағымсыз иіс шығуының алдын алады. Астың қорытылуына да жақсы. Ал мына үлкен ыдыстағы айранымды осылай пісіріп көргенде осындай ірімшік болды. Бұның да дәмі өте қатты ұнады. Алдағы видеоларында бұйырса бөлісетін боламын. Егер де достар, менің видеом сіздерге ұнап жатырған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.